Байланыста кино тамашалайық. Бүгін мен сіздерге шоу Трумана кино туындысы туралы айтып беремін. Труман Бёрбанк кішкентай қалашықта өмір сүріп, сақтандыру агенті болып жұмыс істейтін қарапайым адам. Оның әйелі Мэрил және Марлон деген жақсы досы бар. Труман барынша бақытты адам, бірақ аспаннан жарық құрылғысы құлаған күннен бастап барлығы өзгереді. Труман жасанды әлемде тұратыны, өзінен басқалардың барлығы актер екені ойына кіріп те шықпайды. Сихейвен қалашығы ол туғанға дейін салынып, үсті жабылған, съемкаға арналған үлкен алаң ретінде жасалды. Труманның дүниеге келген кезін бүкіл әлем теледидардағы шоудан бақылап отырды. Бұл шоу өзін түсіріп жатқанын білмейтін бір адамның айналасында жасалған. Труманның өмірі тәулік бойы көрсетілетін теледидардағы бағдарлама. Ал бұл шоуды ойлап тауып жүзеге асырған продюсер Крисовтың білімі мен түйсігінің арқасында бағдарлама 30 жыл бойы эфирден түспеген. Құлаған прожекторды көргеннен кейін Труман машинасына отырып жұмысына бара жатады. Радиодан ұшақтың бір бөлігі құлағаны туралы айтылады. Жолшыбай Труман әйеліме деп бір журнал сатып алады. Бірақ шын мәнінде ол ондағы әйел бейнелерінің бөліктерін жыртып, мектеп кезінен жақсы көретін ғашығының портретін құрастырады. Әдеттегідей ол егіздерді кездестіреді. Олар оны төленген жарнаманың қасында көрермендер көру үшін әдейі тоқтатады. Офисте Труманға бастығы келіп, қаланың басқа бөлігіндегі клиентті сақтандыру тапсырмасын береді. Бірақ ол жаққа тек пароммен баруға болады. Труман болса кішкентай кезінен судан қорқады. Өйткені ол бала кезінде әлемді көбірек зерттей бастағанда, продюсер Кристоф шоудың қауіпсіздігі үшін оған сондай қорқынышты баулыды. Сонда ол ешқашанда қаладан кеткісі келмейді. Ол үшін бағдарламадан оның әкесін шығаруға да тура келді. Олар екеуі қатты теңіз дауылына түсіп, Труман ойынша әкесі сонда қаза табады. Осы бала кездегі травманың арқасында Труман паромға қадам баса алмайды. Жақсы клиенттен айырылу қорқынышы да оны жеңе алмады. Кешке Марлон досына Сихейвен қаласынан кеткісі келетінін, жер шарының басқа жағында орналасқан Фиджиға барғысы келетінін айтады. Өйткені мектепте ғашығы болған Лоренді сол жаққа жіберді. Марлон болса, бұны дұрыс қабылдамайды, туған қаласында қалуға көндіре бастайды. Әйелі Мэрилге Фиджи туралы айтқанда, ол да кетпеудің мың сылтауын айтады. Келесі күні жұмысқа бара жатқанда Труман кір қожалақ баспанасыз адамды кездестіріп, оның 20 жыл бұрын қайтыс болған өзінің әкесі екенін түсінеді. Бірақ ол әкесімен тілдесіп үлгермейді. Көшеде өтіп бара жатқан адамдар оны тез-тез алып кетеді. Ал Труманға қуып жетуге бөгет жасайды. Орын алған оқиғадан кейін ол шешесіне барады. Бірақ шешесі баласының көргені елес деп сендіргісі келеді. Үйге келген соң ол әкесімен бірге түскен суреттерді қарап отырады. Сол жерде Лореннің соңғы кездесуде жағада қалдырып кеткен күртесін тауып алады. Труман мектепті аяқтап жатқан кезде продюсерлер оның әйелін ойнайтын актрисаны іріктеп алады. Бірақ ол кездейсоқ байқаған Лоренге ғашық бола бастайды. Қыз да оған ұнайтынын білдіреді. Басқа актерлер Лоренді Труманнан жасыруға тырысып, мектеп бітіру кешінен алып кетеді, бірақ бұл көмектеспейді. Бір күні олар кітапханада кездеседі. Лорен бірге қашып кетуді ұсынады. Олар жағажайға келгенде қыз бұл жердің жасанды, барлығы өтірік екенін айтып, өзінің шын аты Сильвия екенін айтады. Тура сол кезде оның әкесі келіп, қызы шизофрениямен ауыратынын, ертең оны Фиджиға жіберетінін айтып тез арада алып кетеді. Шоудан кеткеннен кейін Сильвия күнде Труманды теледидардан қарап отыратын болды. Жаңа күн Труманға жаңалықтар алып келді. Машинамен келе жатқан кезде радио шоу түсіретін топтың толқындарын ұстайды да, Труман өзінің қайда бара жатқаны туралы хабарланып жатқанын естиді. Бұдан кейін бірден радио қосылып, полицейлердің арнасына қателікпен қосылу болғаны туралы айтылады. Труман күдіктене бастайды. Жұмысына бармай, барлық адамдарды бақылай бастайды. Бір кезде осы әлемдегі оқиғалардың барлығы жалғыз оның айналасында болып жатқандай көрінеді. Ол бір ғимаратқа кіріп, лифттің қасында бір бөлменің бар екенін байқайды. Бірақ күзет оны далаға алып шығады. Сонда Труман жалғыз сенімді досы Марлонға жетіп келеді. Мазалаған жайттарды айтып береді. Досы оны сабасына түсіріп жұбатады. Үйге келсе, анасы мен әйелі күтіп отыр екен. Олар бірге бала кездің фотоларын қарап отырады.
Труман жалғыз қалған кезде үйлену тойындағы фотоларындағы алғашқы сүйісу кезінде Мерилдің өтірік айтқан кездегідей қолы крест жасап тұрғанын байқайды. Айналасындағы адамдар туралы күдігі қайта оянады. Келесі күні ол жұмысқа кетіп бара жатқан Мерилдің артынан бақылайды. Оның әйелі ауруханада медбике болып жұмыс істейді. Кететін кезде ол кеше 10-шы қабаттан лифтпен құлаған әйелдің аяғына күрделі ота жасалатынын айтады. Жолында кездескендердің барлығы Труманға кедергі жасайды. Бірақ ол бәрібір актерлер дәрігерлерді ойнап жатқан ота жасау бөліміне дейін жетеді. Соңғы мезетте оны күзет шығарып жіберді. Көп ұзамай Труман саяхатқа заттарын жинастырып, турагенттіктен Фиджиге ұшаққа билет алғысы келеді. Қызметкер билеттердің бір айға дейін жоқ екенін хабарлайды. Труман Чикагоға бару үшін автобусқа отырады. Бірақ бұл да жүзеге аспайды, автобус сынып қалады. Үйіне қайтып келіп, машинада ұзақ отырады. Мерил келген кезде оған үй маңайында айналып жүрген статист жігіттерді көрсетеді. Мерил алаңдаулы, бірақ Труман қояр емес. Ол Си-Хейвеннен дәл қазір машинамен кетіп қалуды ұсынады. Бірақ олардың алдынан әртүрлі кедергілер шыға келеді. Ақыры ол өзі өте алмайтын көпірге тіреледі. Труман газды басып, рульді Мерилге береді де арғы жағаға өтіп кетеді. Бірақ онда ол авария болған атом станциясына жолығады. Машинаны тоқтатқан полицей оны атымен атайды. Труман жүгіріп шығып, баса көктеп өтіп кеткісі келеді, бірақ оны ұстап алып үйіне қайтарады. Осы кезде ол әйелде басқалармен бірге оны алдап жүр деп күдіктене бастайды. Ол оған шабуыл жасап, Мерил көмекке шақыра бастайды. Труман қастарында жоқ біреулерді шақырып жатқанын түсінеді. Уақытылы келген Марлон жағдайды жуып-шайып жібереді. Ол досына сабасына түсу керектігін айтады, бірақ оның әр сөзін құлаққа арқылы айтып тұрған Кристоф еді. Ол досының әкесін тауып алып, осында алып келгенін айтады. Шоуда әсерлі шыққан сахнадан кейін продюсерлер көңілі орнына түседі. Олар Труманның әдеттегі қалыпқа түсетініне сенімді. Бір қарағанда солай болып көрінеді де. Труман жұмысына барып көршілермен қалжыңдасады, тіпті жаңа келген әріптесімен танысады. Продюсерлердің ойынша болашақта бұл қыз Мерилдің орнын басуы тиіс. Бірақ осы кезде Труман қашуды жоспарлап жүреді. Түсірілім тобымен бірге бүкіл әлем Труманның ұйықтап жатқанын қарап отырған кезде Кристофта бір күдік пайда болады. Ол Труманның үйіне қоңырау шалуды сұрайды, бірақ ешкім тұтқаны көтермейді. Сонда олар жазбаны кері қарай айналдырып, жігіттің үстелдің астынан еңбектей өтіп шкафқа тығылғанын байқап қалады. Кристоф оған Марлонды жібереді. Сыра келген ол жертөлеге түскенде Труманның орнында үрленген ойыншықты көреді. Зат қоятын бөлмеге барып, онда жоғары қарай қойылған баспалдақты көреді. Марлон қобалжулы. Ол камераға қарап Труман қашып кеткенін айтады. Кристоф бірден трансляцияны тоқтатады. Жоғалған кейіпкерін іздеуге қаланың барлық адамдарын шығарады. Актерлер, түсіру тобының мүшелері барлығы бірігіп Труманды іздейді. Олар қаланың барлық көшелерін аралап шығады, бірақ жігітті таппайды. Сонда Кристоф күнді аспанға шығарып, іздеуді жарықта жалғастыруды бұйырады. Осы кезде ол басқа жерде іздеу керектігін түсінеді. Ол су басындағы камералардың бірінде Труманның яхтамен ашық теңізге жол тартып бара жатқанын байқайды. Кристоф басты кейіпкері шығуды іздеп жатқанын түсінеді, бірақ ол Труманды жайшылықпен еркіндікке жібере алмайды. Ол шынымен Си-Хейвеннен шыққысы келетінін дәлелдеп, сынақтардан өтуі тиіс. Кристоф оны суға құлату үшін жел мен толқын жібереді, бірақ құлаған жігіт қайта мініп алады. Ол енді судан қорықпайды, өзін бақылап отырған адамдармен алысқысы келеді. Кристоф қайықты аудару үшін ірі толқындар жібереді, жігіт есінен танып құлап қалады. Телеарна басшысы Кристофқа сес көрсетіп, қызметкерлер де бұйрықтарын орындаудан бас тартады. Бірақ Кристоф қояр емес. Ес-түссіз жатқан Труманды көріп, ол дауылды өшіреді де ашық күнді қосып қояды. Шамалы уақыттан кейін Труман есін жиып, желкендерін көтеріп сапарын жалғастыра береді. Ол соңына дейін баруға дайын, бірақ аспан мен бұлттардың суреті салынған қабырғаға тірелетінін тіптен ойламапты. Яхтаның алдыңғы жағы қабырғаға тірелген кезде Труман ешқашан бостандыққа шыға алмайтынын түсінеді. Осы кезде ол қабырға бойындағы жолды көреді. Ол баспалдаққа келіп тіреледі екен.
Ал баспалдақпен көтерілген кезде шығу деген жазуы бар есікті көреді. Осы кезде Кристоф Труманмен сөйлесіп, бұл жерді өзі жасағанын, туғанынан оған қамқорлық көрсеткенін және өмірінің аяғына дейін қауіпсіздікте өмір сүре алатынын айтады. Шынайы әлемде оны тура осындағыдай жасанды қылықтар шынайы қауіппен бірге күтетінін айтады. Бірақ осындай ауыр жолдың соңына дейін жеткен Труман өз ойынан бас тарта алмайды. Көрермендермен қоштасып шығып кетеді. Телешоу көрермендері қуанып, бір-бірін құттықтай бастайды. Жылдар бойы Труманның бостандыққа шығуын тілеген Сильвия бақытты. Ол телестудияға сүйіктісімен кездесу үшін жүгіріп шығады. Трансляция біткен кезде адамдар Труманды ұмытып, жаңадан шоу табу үшін басқа арнаны қосып алады. Бүгінге осындай видеолар көбірек шықсын десеңіз, каналға жазылып лайк басыңыздар.